Міне барша мұсылман былай айтқанда бір жыл бойы асыға күткен Рамазан мерекесі, Рамазан айы келді. Бұл тек қана Қазақстан емес, бәлкім әлем жұртшылығы десек, мұсылман, бүкіл дүние жүзіндегі мұсылмандар сағына күткен осы Рамазан айы. Бұл жай ай емес, білесіздер, айлардың сұлтаны болып есептеледі. Бұл жүрегіндегі иманы бар адам Рамазан айы келген кезде міндетті түрде жүрегінде қуаныш ұялауы керек, қуаныш жүрегінде. Өйткені Рамазан айы жай ай емес, бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, алғашқы 10 күндігі мейірім айы, қалған 10 күндігі кешірім, соңғысы жаңағы тозақ отынан құтылу деді. Сонда кешірім, мейірім және тозақ отынан құтылу дейді. Бұл Аллах Тағала мұсылмандарға осы Рамазан айын ерекше сыйғып берді. Және де бұл Рамазан айы келген кезде мұсылмандарда мынандай ой қалыптаспау керек. Мен ұстайын ба, ұстамайын ба деген. Кейбіреулер әлі де жүргендер бар ғой, ұстасам ба екен, ұстамасам ба екен деген сияқты да, көрдіңіздер ме? Бұл құрметті жамағат, ондай ойланатын ораза емес. Жалпы оразаның өзі екіге бөлінеді. Парыз, нәпіл болып. Нәпілді ойланса болады. Жаңа дүйсенбі, бейсенбі күні, шәуәл айы, шабан айы, ережеп айы деген сияқты. Бұл адам еркінде ұстаса болады, ұстамаса да болады. Бірақ Рамазан айы бұны екіленбеу керек. Екіленбеу керек дегені ұстасам ба екен, ұстамасам ба екен деген. Ондай оның ой болмау керек. Бұл тікелей Алланың бұйрығы. Бақара сүресінің 183 аятында айтады. Я айюхалладина аману, ей иман келтіргендер, кутибе алейкум сияму, кама кутибе алалладина мин қабликум лааллакум таттақун. Ей иман келтіргендер, сендердің бұрынғыларыңға ораза фарз етілгендей, сендерге де ораза ұстау парыз етілді, бәлкім тақуалыққа жетерсіңдер дейді. Міне. Яғни Аллах Тағала бізге не деп жатыр? Сендерге ораза фарз етілді деп жатыр. Және де бұл аяттың мағынасы үңілсек не деп жатыр? Сендердің алдындағы үмбетке парыз етілгендей дейді. Яғни бізден алдыңғы өмір сүрген пайғамбарлар мен бізден алдындағы өмір сүрген сол пайғамбарлардың үмметтеріне де ораза фарз етілген екен. Көрдіңіздер ме? Бірақ оразалары, уағалейкум ассалам, ұстау ерекшелікті әртүрлі болған. Олардікі Рамазан айынан тыс. Біздің ерекшелігі не? Рамазан айында сауаптар еселене беретін. Көрдіңіздер ме? Олардікі де ораза ұстайтын, бірақ жай ораза болатын. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху үмбетіне берілген сыйлықта бұл. Рамазан айына тура келеді ораза. Ал басқалардың оразасы, жаңа үмбеттерінің оразасы, ол басқа жайға да ораза болатын. Түсінікті ғой? Сол себепті біз бұл парыз деп, Аллахым сен үшін ұстап жатырмын, сен разылығың үшін ұстап жатырмын десе, сауап еселене береді. Аллах Тағала бұл аятта адам баласы фарз еткен оразаның себебін күні атаулыдан сақтанып, тақуалыққа жететініміз меңзеп тұр. Яғни шынайы Аллаға разылық үшін ұстаған себепті адам баласы істейді, сол тақуалыққа қол жеткізеді екен. Расымен де ораза үлкендік кіші күнәлардың кешуіне себеп болатын бұл осы Рамазан айындағы ораза. Аллах Тағала осы аятта өзіне бойсынып, Раббысын разылығын іздеген күллі мұсылман атауға Рамазан айын ораза ұстау парыз екендігін баян етті. Міне. Және де бізде білесіздер, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Абай Құнанбаевтың білесіздер шәкірті, керемет бір кітап жазған, мұсылмандық шарты деген кітабында. Сол жайында бір ораза жайында жазған несі бар екен, сіздерге бір оқып берейін. Ей достар дейді, яғни өзінің сіздермен біздерге жалпы қазақтарға айтып отыр да. Оразаға қалайша салақпыз дейді. Қараңыз. Сол заманда да жаңағындай оразаға салақ қарайтын адамдар болған екен да. Оны да парыз емес демейміз. Қарнымыз ашса да десек те, дүние ісі үшін
неше күндер аштыққа, қиыншылыққа шыдайтынымыз қайда? Және ораза тұтқанда аузымызға не келсе, соны сөйлеп, күнә сөзден, істерден тыйылмай жүріп ұстайтынымыз қалай? Құдай тағаланың 11 ай біздің күнә істеуімізге жетпеді ме? Осы бір ғана айды күнә жасамай, шамамыз келгенше құрметтеп өткізуге шыдай алмағанымыз қалай деген екен. Міне, осындай бір сөз жазып кеткен. Енді қараңыздар, қарасақ, жаңағындай басқа күндер үшінде кезінде ашық қалдық қой дейді да. Енді Рамазан айы үшін шыдап беру ол біздің міндетіміз бе емес пе дейді. Қарасақ та қазір мысалы тоқ адамдардың өзі, бай адамдардың өзі диета дейді да, азаннан кешке дейін жемейді мысалы. Қараңыз. Бірақ ораза десе, жаңа беттері шытынайды да, қабақтары түйіліп кетеді. Ораза десе, жаңағында ашып қоям ба деп қорқады. Бірақ диета ұстаған кезде диетамды бұзып қоям ба деп қорықпайды ғой. Рас қой. Диета не үшін ұстап жүрсің? Жаңа алдына дастарханда әдемі тамақ келген кезде диетаңды бұзып қоймайсың ба деген кезде диетасын күшті ұстайды да, бірақ Рамазан келген кезде мен оразамды ұстай алмай қалам ба, аузымды ашып қалам ба деп қорқайды да. Қараңыздар. Бірақ диетасын қаттырақ ойлайды. Міне, көріңіздер. Не үшін? Өйткені ол диетаға шайтан араласпайды ғой. Мына Рамазан айы сауабы еселеніп кеткен үшін. Одан кейін тозақ оттан құтылу себепті шайтан кіріседі ғой. Неге? Ұстамай-ақ қой дейді, ашып қоясын, жүр ғой басқалар, кейін басқа күндер ұстайсын, басқа күндер өтіп бересін деп не істейді? Адамдарды азғырады. Көрдіңіздер ме? Адамдарды орындама демейді. Намазда да сөйтеді. Намаз оқыма демейді. Намазды кейін оқисың. Пенсияға келгенге шыққаннан кейін оқисың. Қазір жассың ғой, қыдырып қал дейді да, қараңыз, шайтан сөйтіп азғырады. Ал енді пенсияға келгеннен кейін оқы десе, тілім бұра алмайды, сүре жаттай алмаймын, белім мен тізем жарамайды дейді да, отырып тұруға. Қараңыздар. Қалай адам жаңа сол шайтан азыруына несіп кетіп жатыр? Ілесіп кетіп жатыр да. Бірақ Аллах Тағала адам баласына сана берген жоқ па? Міне. Демек, адам баласы бұл айда ораза ұстаумен қатар күнә атаудан тыйылып, өткен күнәлер үшін тәубе ету керек. Жаратушыдан кешірім тілеу қажет. Көресіздер ме? Я Раббым Алла, сен разылық үшін ораза ұстадың. Я Раббым Алла, қате күнәлерімді кешір деп. Сонда ол адамның күнәсі кешірумен қатар сауапқа да ие болады. Сонда көрдіңіздер ме? Ораза ұстаумен не болып жатыр? Күнәлер кешіріліп жатыр, сауапқа бөленіп жатыр. Міне, бір ғана ораза